Қазақ тілі пәні сабақтың тақырыбы үзіліс кезінде демалуға арналған ережелерді сақтаймын, хабарлы сөйлем. 44-ші сабақ, оқулығымыздың 88-ші беті. Бүгінгі сабақта хабарлы сөйлем туралы түсінік қалыптастырамыз, сөйлем құру дағдыларын жетілдіреміз, сөйлем соңына тиісті тыныс белгілерін қоямыз, үзіліс кезінде демалуға арналған ережелерді құрастыруды үйренеміз. 29-шы жаттығудағы мәтінді түсініп оқиық. Үзілісте. Сәуле сынып ұжымының ұйымдастырушысы. Ол үзілісте кезекшілердің терезені ашып, тақтаны сүртіп қоюын ескертеді. Тақта сүрткішті үнемі дымқылдап қояды. Балалардың үзіліс кезіндегі тәртібін қадағалайды. Бірде Сәуле, біз үзіліс кезінде дұрыс демалуға тиіспіз. Ол үшін не істеу керек? Әркім өз ойын айтсын деді. Ендеше үзіліс кезінде әр оқушы не істеу керек? Ойланып отырыңдар. Жұмыс дәптеріміздегі 30-шы жаттығуға келесі сөйлемдерді көшіріп жазайық. Үзіліс кезінде сыныпта жүгірмейді. Айғайлап сөйлемейді. Әрдайым әдеп сақтау керек. Сөйлемнің соңына назар аударыңдар. Хабарлы сөйлемдерді жазуда соңында нүкте қойылады. Сөйлемнің алғашқы сөзі бас әріппен жазылады. Сөйлемдер айтылу сазы мен мазмұнына қарай хабарлы сөйлем болып бөлінеді. Жаңа ақпаратқа назар аударайық. Хабарлы сөйлемде ой, баяндай, суреттей, хабарлай жеткізіледі. Хабарлы сөйлем дегеніміз айтылу мақсаты хабарлау, суреттеу, баяндауды білдіретін сөйлемнің түрі. Есімізде сақтаймыз. 31-ші жаттығуға назар аударайық. Суреттерге мұқият қара. Суреттегі балалардың қайсысы үзілісте өзін жақсы ұстады? Қай оқушы өз тәртібін өзгерту керек деп ойлайсың? Иә, 1-ші, 3-ші, 4-ші суреттегі оқушылар үзіліс кезінде өздерін әдепті ұстады. Үзіліс кезіндегі оқушылардың мынандай міндеттері бар. Оқушыға үзіліс кезінде айқайлауға, жүгіруге болмайды. Оқушы бір-бірімен жағаласып төбелесуге болмайды. Басқа біреудің затына рұқсатсыз тимеу керек. Достарыңды, басқа да оқушыларды кемсітіп, көңіліне тиетін ауыр сөздерді айтпау керек. Жүрген жеріне түкіріп, ластамау керек. Үлкендерді сыйлап, әрқашан кішілерге қамқор болуы керек. Ендеше 1-ші, 4-ші, 3-ші суретте берілген оқушылардың әдепті іс-әрекеттеріне байланысты сөйлемдер құрастырып көріңдер. Ережелерді есте сақтаймыз, тапсырмаларды орындаймыз.